Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне үй салып жатқан видеомның тағы бір бөлімі шықты. Бұл бөлімде көретіндеріңіз үйімізді едендерін топырақпен толтыру, нығыздау және бетондау жұмыстары. Былай айтқанда, және уақытша электр қуатын жүргізудің бастапқы қадамы, немесе әр бөлмеге уақытша жарық шам кіргізу. Және үй салғандағы ең басты жұмыстың бірі жылыту жүйесін орнату, оны тексеру, және сол жайында көптеген мәліметтерді көре аласыздар. Және де үй салмастан бұрын мен барлығын бір видеомен шығарам деп ойлаған едім, толыққанды кілтке дейін. Бірақ оның бәрі ұзап кетеді, және де үй салып жатқан адамдарға нақты бір мәліметтер толығымен керек болар деп ойладым. Сол себептен әрбір видеода бірнеше қадам жүргізгеннен кейін, бірнеше жұмыстар аяқталғаннан кейін, мен видеоларды бөліп салуды жөн көрдім. Мен осы жолы жұмысты бастаған кезде деп жатқаным, әрбір этап бойынша бастадым. Ол әрине қаражатқа байланысты, ауа райына байланысты. Осы күннің жылығанын пайдаланып, көрші елден келген ұсталарға қара жұмысты тапсырдым. Ол топырақпен толтыру, нығыздау және бетондау жұмыстары еді. Және де электрик бригадаларына электр қуатын уақытша жүргізу, немесе әрбір бөлмеге әрбір розетка тұратын ұяшықты бұрғылап, оны орнына уақытша сымдарын толығымен тартып, және де щитті орнатып, әрбір былай айтқанда сымдарымыз жалғап өту, тексеру, сондай жұмыстар тапсырылды. Бұл уақытша электр қуатын жүргізу деген былай көпшілікке танымал черновой дейді ғой. Сол жұмыстармен бағасын келіскен бойынша 160 000 теңге болды. Ал еденді топырақпен толтыру, нығыздау, былай айтқан топырақты кіргізу де кіреді ішіне. Бетондау жұмыстары, оның барлығы толығымен 1200 теңге әрбір квадрат метрге. Солай келісім болды. Әлі біткен жоқ қой полный. Біткен жоқ, әлі біткен жоқ. Кентек информация. Бұл пока қазір. Мына қайырына 4 жерде свет жанып тұр ғой. Сол жердің светтері болды. Басқасын қоспайсыздар. Ұста. Қайсыныкі? Ана тағда 3-те айтты бітті. Мынау үш жердікі мына. Қайттан жанды. Мынау детскийдікі. Жанды ғой осы. Бұл жерде күл жіберген себебі алдыңғы видеодағы электрик жүйесін тартқандағы комментарийлардың барлығын оқытқан болатынмын. Көбінесе көп адамдарға ұнамаған еді. Соны көргеннен кейін бұл әлі біткен жоқ, видеоны қоятыр деп күліп қояды. Электрик жұмыстары толыққанды біткеннен кейін әрине қосымша видео түсіремін. Енді мынау үйдің ішін топырақпен толтырып жатырмын. Еденнің деңгейін керекті, қажетті деңгейге дейін көтеріп, оны нығыздап, оның үстіне тастарды тастап, одан кейін бетон жұмыстарын жүргізу. Соның болып жатқан сәтінің бірі. Осылай топырақ тастап жатырмыз. Пока уақытша свет жалғанда бөлмелерге. Мына лампочка жанып тұр. Лампочка жанып тұр. Бұл жолы келіскен ұсталарым сөзден айынды. Былай айтқанда бастапқыда нығыздап шығамыз деп келіскен едік. Ең соңында шаршады ма, күннің суығы болды ма, асықты ма, әйтеуір бұның қажет жоқ деумен болды. Сондықтан қолыма трамбовка алдында өзім бастап кеткен едім. Жігерленді ма, ары қарай өздері жалғастырып кетті. Дегенмен жақсы шықты деп ойлаймын. Біздің ұсталарымыз.
Иә, айтың қандай тамақ? Палау. Палау. Өзбекше. Өзбекский палау. Біткеннен кейін, піскеннен кейін көрсеміз. Ұсталармен ас болатыр. Бәрекелді. Өзбекше палау. Ал бассаңыздар. Өте дәмді болыпты тамақ. Кафе ойнамайды. Тағы да бір толықтырып айта кетейін. Менің іргетастың ішіндегі топырақ өте төмен басылып қалған еді. Сол себептен қосымша топырақ алдырып, іргетастың ішін толтырып жатырмын. Және оның үстіне жылы еденге дайындаған, бай айтқанда бетон жұмыстарына дайындаған шағал дейді, майда тас дейді, немесе орысша айтқанда щебенка төсеттім. Оның барлығын міндетті түрде нығыздадым. Көріп тұрғандарыңыздай жылыту жүйесін мен жоспар бойынша жертөле, мысалы айтқан подвал дейміз ғой, цокольный этаж, сол жерде және барлық бөлмемде, тек қана менің үлкен тамында, қонақ үйінде немесе залда жоқ болды. Қалған жердің барлығы жылыту жүйесі жылы еденмен толыққанды жабылатын болды. Баяғыдай заман емес, технология дамып жатыр. Баяғыдай қиыншылық жоқ. Жұмыстың бәрі жеңілдеп жатыр. Деңгейдің өзін шығаруға лазер пайдаланамыз. Ешқандай да қателіксіз деңгейді толығымен шығарып береді. Өздеріңіз көріп отқандай. Миксер? Живой миксер дейсіз ғой? Тірі миксер. Солай ұстаздарымызбен әзілдеп қоямыз. Бастапқыда қолымызбен араластырамыз деген еді. Жұмыстың ортасында миксер алып келсең жақсы болар еді. Топырақты жақындатсақ жақсы болар еді деген әңгімелер көбейді. Сол себепте әзілдеп жатқаным ғой. Ойдағыдай шығып жатты. Мына жерде көрсеңіздер болады. Әрбір бетонды деңгейіне сай керемет көздің жауын алатындай. Сонымен жұмысын аяқтап, ақшасын толық бергеннен кейін соңғы тамағымызды әбеттеніп жатырмыз. Содан сұрап қоям ғой. Разысыздар ма сіздерден? Өткір әке. Болды ғой, пұл бермеймін ғой арай. Бұл жерде электрик жігіттеріміз өздерінің жұмыстарын тәмамдап жатыр. Әрбір сымды тексеріп жатыр. Тоқ өте ме, өтпей ме, дұрыс жалғанды ма деген сияқты. Тостың ба? Айыр. Басын кесіп төй саласың ба? Бүгін мені осы үйдің былай светін жағып қосып беріп отыр. Бізге бұл жерде общий үйге арналған щит, 24-12-лік щит, 24-лік мысалы. Бізге сип кабель келеді, диф автомат қойдық. Диф автоматтан кейін реле напряжение қойдық. Реле напряжение дегеніміз келіп тұрған напряжение көрсетіп тұр. Міне 226 вольт. Сосын нагрузка 0,8. Бұл қажет па негізі? Не қажеті бар? Бұл негізі пайдасы көп. Нагрузка перенапряжение кезінде өзі өшіп қалады. Перенапряжение сосын нагрузка асып кеткен кезде өзінің өлшем несінен 230 вольт, 240 вольттан артық напряжение келген кезде реле напряжение өшіреді автоматически үйде. Телевизор, анау күймейді, бытовой техника. Каждый бөлмелерге кеткен автоматтар. 25-тік автомат. 3 бөлмеде кондиционермен бар. Холда, залда, спальныйде. Шүйіне 25-тік автомат. Сосын кухняда бізде потреблениесі көп болғаннан кейін бұған да 25-тік автомат қойдық. Қалған бөлмелерге 16 амперлік автомат қойдық. Холда да бар ғой, кондиционерге рассчитан. Холл, зал, спальня. Зал, спальный, сосын кухняда потреблениесі көп болады. Анау оған да қойдық. Қалғандарына 16-лық қойдық. Сосын мына күлчатель, бізде каждый стандартный кіреберісте бірінші күлчатель. Мынау осы жердің күлчателі, кіреберістің. Мынау даланың күлчателі. Өзіңіз сұрағандай, осы жерден далаға қалдырып кетті, шыға берісте. Мынау розетка. Қалған бөлмелерде дополнительный розетка. Ана жерде дополнительный. Ана жерге мынау да розетка бізде. Жұмысшыларға деп осындай временный уақытша шығарып бердік. Бүкіл жерге қоймас үшін. Что безопасность болу. Айтқанда жаңағы автоматтарды қосамыз. Күлчательдерді бәрін замыкать етіп қойдық басынан. Мына жерде каждый бөлмеге бір патронмен освещение временный жағып бердік. Уақытша да бәрі. Уақытша бәрі.
Керемет. Каждый бөлмеде временное освещение бар. Болды ғой ең басты білетін. Енді біткеннен кейінгі толық өзің. Черновой, былайша айтқанда черновой жұмысы бітті. Электричество жағынан. Все, рахмет бауырым. Енді арғай өзің аяқтайсың осы жұмыстарды, Бұйыртса? Сонымен уақыт текке өтпесін деп, сонымен қатарласып бос уақыттарында үйдің құжаттарын немесе техпаспортында басқа да қажетті құжаттарын рәсімдеудің жұмыстарын жүргізіп жаттық. Бұл жерде топосъемка жүргізіп жатыр. Онымен де айналысып жатырмыз. Сонымен сыртқы есікті де таңдадым. Көрсеңіздер болады. Йошкар Ола, Российская Федерация. Бұл да ресейлік есік. Көптеген ізденісте болдым. Адамдардың пікірлерін ескердім. Қолдайтын пікір, кері пікір немесе теріс пікірді. Мысалға айта кетейін, қолдан жасаған есік әрине арзанырақ түседі. Ойыңыздағы материалдан және ойыңыздағыдай дизайнмен ою өрнектелген қылып жасай аласыз дейді. Арзан және ойыңыздағыдай. Дегенмен минустарын айта кетейін. Енді ол халықтың пікірі, менің ғана ойым емес. Әрине мен оны жасап көрген жоқпын, жасатып та көрген жоқпын. Дегенмен ол уақыт өте келе металы татпасады дейді. Және де арасындағы тесіктерде резинкесінің аздығынан ба, уақыт өте келе желіне ма, жел өтеді дейді. Сонымен баяғы біздің түсінікқы зауыттық есікті таңдадым. Көріп тұрғандарыңыздай, осы есік қаланың өзінде 3 жерінде бар екен. Бір жерде 400 мың, бір жерде 420 мың. Айналып келгенде базарға барамыз ғой, базардағы 390-ға беретін болды. Онымен қоса менің жер төлемдегі есікті де ресейлік есік таңдадым. Ол 75 мыңға шықты. Орнатуымен айналып келгенде 500-ге жақындады екеуі. Сапасы жақсы бұның есіктің. Ай жағынан, любой жағынан. Металы да қатты бұның. Металы қалың. 3 резина. 3 резина. Мына ручкалары. Кальон. Самый мощный замоктар. Гальон, да? Кальон. Российский ма бұл? Российский. Таза российский есік. А көбінесе проблема петляларда болады, петляларда болады. Петляларды бұларды мощный варенный. 3 петлядан и подшипник. Сендер өздерің қанша есік салдыңдар бұндай? Бұндай ма? Елу ма? Ешқандай жалып түскен жоқ па? Честный обзор. Бұл есіктен әлі бір жалбы келген жоқ. Сапасы жақсы да бұл. Утепление бар, я? Нелерінде ше? Мына жақтарында бар ма утепление қосылған жерлерінде? Например, мына. Бұл косягі. Косягының ішінде де полный мивата. Көрініп тұр ғой, я. Косяг. Оны ашып тұрдың ол. Не болады, бостап тұратын ба, я? Мұнаның ішінде де стекловата да көрінді. Мұнаның іші полный стекловата. Қамыл бүгін, неше қамыл бар? 3 болады, сырттан 2 болады. Сырттан 2, 3-тен 3. 2 кілті бар, я? Күшті, керемет. Есік болған соң жып-жылы болып кетті ғой деймін. Керемет. Сонымен жұмыстардың бәрін аяқтағаннан кейін жылыту жүйесін жоспарладым. Жылыту жүйесін бастамас алдын міндетті түрде зерттеп көресің ғой енді. 3-4 маманды үйге шақыртып есептеттім. Бағасын, қанша уақытта атқаратын жұмыс, және де қандай материалдар пайдаланатын, қандай жүйеде орнататын зерттедім. Барлығының ұнамағаны бағасы және де жұмысты атқаратын уақыт. Көбісінің бағасы 3 миллион, 3,5 миллионға тоқталды. Әрине айта кетейін, менің үйімнің квадратурасы 270 квадрат метр. Ол жер төлеммен қосқанда. Сонымен көбісінің уақыты, жұмысты атқаратын уақыты 2 апта 20 күн 1 ай. Ең азы 2 апта, ең көбі 1 ай болды. Бұл жерде мен маманды жарнамалап жатқаным емес, шындықты айтып жатырмын. Бірнеше маманның сөзін істеп жатқан жұмысын бағалағаннан кейін бұлардың жұмысын бір көріп өздеріңіз баға бересіздер. Әрине халық айтса халық айтпайды. Біреу келседі, біреу келіспейді дегенмен өздеріңіз бағасын бере кетіңіздер. Менің жеке басыма өзіме қатты ұнады. Бағанағы айтылған 2 апта 1 ай емес. Айтайын ба, 3 күнде осыны орындап бітті. 3 күнде толыққанды жұмысын аяқтады. Көбісі ойлайды 3 күнде не бітіреді,
шала шырпы немесе тез істеп кетті деп. Жоқ, ондай деп ойламаймын. Өздеріңіз сол видео арқылы көрсеңіздер болады. Және де жұмысты аяқтағаннан кейін міндетті түрде сынақтан өткізіп, толыққанды жүйенің жұмыс жасайтынына көз жеткізіп, қалған материалдарын өзімен алып кетіп, соның бағасын шегерді. Осы жұмыстың толыққанды атқарылуына бағанағы айтылған 3,5 миллион емес, 2 миллион 100 мың теңге болды. Прямой адаптер 3 түйір. Ага. Крой металл ма? Кран металл. Үшеу ма? Кран металл. Екеу. Dedi bu. Иә, 12-ден болды. 12 sen görünürde жақсы болсын дейді. Мына тұрбаға бәрі 80 60 метрден ұрпаш керек. Бұлар саналдық қой, оларда. Қалған затта. Тұр 15. 15 деп бұяқта, иә? Оны екі шетке қойып алдық қаса. Жерден атып тұраса документті қойып кетеді. Дұрыс. Тұрбала. Биіктігі қанша болады примерно менде? Сонда көтеріледі ме? Қайсы? Полдан қанша көтеріледі? Пол? 8 көтеріледі. 8 падекен тұрлап қойғалым да. Иә. Дұрыс. Әдемі. Бәлкім көпек тастаймыз да. Өзіңіз маған заттарымыз бар екен. Біз өткенде келгенде жоқ еді. Желательно сіздікін қолданамыз да. Иә. Қалғанын алып кетеміз. Или разница жоқ. Без разницы. Бәрі осы үйге кететін нәрсе ғой. Радиатор тек сушилканы жылытады. У нас сушилка радиаторын жылытады. Ана теплый пол. Горячий вода аласыз, душ-мушқа бәрі. Все. Ну, теплый пол. Мынау үлкен котел, 460 квадрат. 460 квадрат? Тек теплый пол істейді да. Болды, бұдан ыссы алмаймыз. А так береді болаймыз ыссы. Желательно алмаймыз, потому что үлкен квадрат та бұл. Тек теплый полын істейді. Мынау қанша квадрат? Бұл 240 квадрат. 240 квадрат, иә? Бұл гребенка міне. Қатқан жоқ, қатырған жоқ. Бір күндік жұмыс қой, в общем. Яғни қойып қойдық, қатырып қойдық мен. Мына стена жұқа екен, арқасы ойылып кетті. Кейін қалат орасы, гипсокартонмен жаптырып орасы. Идеал стена жұқа да. Радиаторлар бәрі орында тұр мені. 15. 15 шықпен екен. Мына 12. 12. Оны да кішкентай болып қалды. Ал құрметті көрермендер, бізде жылыту жүйесі басталып кетті. Біз айтқандай жақсы мамандар таптық. Сонымен бізде утепление, бірінші жылыту бар ғой да, утепление жылыту жүйесімен түсіндіріп кетейін. Иә, бізде бетонның үстіне фольга төселді. Ол деген жылуды кері қайтарып тұру үшін, астына жібермеу үшін. Оның үстіне пеноплекс зондпен қатырылды. Және де мен көпшілік пайдаланатындай шлангыларды немесе құбырларды сыммен емес, өзінің арнайы клипсісі бар екен, соны алдыруды жөн көрдім. Ол да бір аса қатты қаражат қажет етпейді. Үлкен сомаға жасалып жатқан жұмыс болғандықтан, сапасына мән бергендіктен 30-40 мың айырмашылық көптеген маңызды роль ойнайды деп шешпедім. Сондықтан оны да көрсете жатармын. Әдемі істеватсыздар негізі. Жақсы болып отыр деймін да. Ана мен де түсірейін, араға шығып қанша болып отыр? 20. Ертімді алайын ба? Сериалы баса береді. Анау трубасын кетпей ма? Әдемі болады ғой. Регулировка болады ғой, иә? Түсіріңіз. Бөлмелер почти дайындап қойған. Өте жылдам істейді екен тез. Мына жақта суларын, трубаларын да тартып қойған. Дуалдарға енгізіп. Спальняға дайындап қойған.
ертең осының үстіне жүргізеді да трубаларын. Содан аяқтайды. Менде единственный мынау залға тек қана батарея тастадым да, 3 батарея. Енді көп кірмейміз ғой деп. Сонымен қалды. Иә, бұл видеода дәнекерлеушілер бұрғылап жатыр. Газ құбырын кіргізіп жатыр. Уақытты тиімді пайдаланайын деп сырттан келіп жатқан газ құбырын үйдің фасадын құртпасын деп үйдің артымен айналдырып келіп асхана бөлмесіндегі біздің пешіміз бар ғой, соған кіргізіп жатқан жұмыстар. Ал мына жерде жұмыстан аяқталып қалған уақыты. Бізде Сайфулла деген жігіт, отопленияның мастері, өзінің бірнеше компаниясы бар, бренді бар. Сайфулла, осы менің үйімде қойылған жылыту жүйесінің системасын бір қысқаша түсіндіріп жіберсеңіз. Так, бізде бұл спальный болып тұр, қазір бізде. Диван, шкаф тұратын жерлерге тастағанымыз жоқ. Система теплый пол, улитка система. Улитка, да? Радиаторға бөлек қылғанымыз однотурбинный система. Бізде однотурбинный, потому что бізде радиатор аз тоска болған үшін однотурбинный тоска қылдық. Былай түсіріп шығайын да, сосын. Айта беріңіз. Бұяқта мысалы айна үлкен болған үшін бұяқны арасын 15 тасталып, сол улитка система арасы жиі жақын тасталған. Фасад. Бұл бізде жатақ бөлме, үлкен бөлме. Кроваттың астына жылу бермедік, потому что матрас қызып кетеді. Жүретін жерлерге тастадық. И основной радиатор жылытады. Керек емес болса өшіріп қояды. Паркет болған соң бәрі мұздай болады. Сол үшін жүретін жерлерге тастап кеттік. Екеуін де қолданса болады. Бізде бір өзгешелік, 2 котел қойдық, бірақ біреуі 2 котел бізде, біреуі тек радиаторға істейді и жылу су береді. Теплый полға бөлек, одан ыстық су алмаймыз. Потому что үлкен квадрат болған үшін одан ыстық су алмаймыз біз. Хорошо. Және де қанша күнде бітірдіңіз осы 270 квадрат? 3,5 күнде бітті. 3,5 күнде бітті. Енді бағасын өзім жаза кетерім артынша. Қазір қыс болған үшін біз системаға су құймадық, воздухпен тексердік. Қазір бәрі под давление тұр. Енді стяжка құюға болады. Қазір давление көрсетіп жіберейін. Бізде давление 1/1 бар ғой, ә? 1/1 бармен тұр. Бұл қанша күн тұрылады, пока осылай тұра береді ғой, иә? Болды, стяжканы смело құя береді. Бәрін тексеріп шықтық. Енді қазір газ кіргізіп жатыр, енді стяжка құйып кетпеген соң қосамыз содан қалсын. Рахмет, Сәке, жұмысыңызға өте қатты ұнады, қанағаттандым. Енді арға енді қосып беру, содан кейін өзіңіз жайында бір қосымша бір ақпарат интервью түсірермін онда. Иә, біз қосып береміз, сол күннен бастап гарантия жүреді. Котелға 2 жыл гарантия береміз. Рахмет. Жылыту жүйесі аяқталғаннан кейін осы кісінің ұсынысымен бетон құятын болдым. Оны жартылай құрғақ немесе полусухой деп атайды екен. Тиімділігі өте жылдам, бір күнде құйылатын нәрсе екен. Бірақ оған арнайы құм қажет етеді. Иә, осы адамдарды жалығаннан кейін сонымен қатарласып бірден дәнекерлеу жұмыстарына тапсырыс бердім. Оның себебі бұрынғы үйге келіп тұрған газ құбыры учаскеміздің батысқа шетінде еді. Мен учаскемнің немесе былай айтқанда үйіміздің алдымен өтпесін, артымен айналып өтсін деп, бет келбетін құртпасын деп, учаскемізді айналдырып әкеліп, қазіргі асхана немесе газ плитамен жылыту жүйесі тұрған жерге әкеліп қостырып жаттым. Иә, мына жерде бетондау жұмыстары жүріп жатыр. Тиімділігі бетон тікелей араластырылып, өздері учаскенің басына немесе құйылатын жерге алып келеді. Бірақ минустары немесе қауіпті жерлері құбырларды зақымдап алу ықтималдылығы жоғары екен. Иә, әрбір шашқан сайын, әрбір келген сайын оларға ескертумен болдым. Құбырларды абайлаңдар, зақымдап алмаңдар. Және де бұған бетон әкеліп жатқан құбыр, үлкен шлангы немесе үлкен қысыммен әкеліп жатқан құбыр, бетонды қысыммен айдаған кезде вибрация береді екен, немесе селкілдейді екен бір орында тұрмай. Ол деген сіздің алдындағы жылыту жүйесін қатырып қойған құбырларды қозғалтып жібереді екен. Оны да алдын ала келісіп, астына бір кардон ба немесе басқа да бір материал төсетіп дайындаған жөн. Иә, және де көз алдыңыздағы құм, ерекше құм дедім ғой. Бұл Шымкент қаласында Қарамұрт деген жерден алып келеді екен. Бұның бір КАМАЗы маған 95 мың теңгеге шықты. Бұл жерде 2 КАМАЗ толығымен тиелген деді, 9 кубтан деді, соған қарағанда 18 куб шамалады. Оның өзі үйді бітірем дегенше жетпей қалды.
Оны да ескерген жөн. Бағасында есептеңіздер, тұрарлық па, тұрмастық па осы жасауға. Және де осындай түрде бетон жасап жатсаңыз, міндетті түрде үстіне арнайы өзінің сұйықтығы болады. Бетонды толығымен қатты ету үшін бетін сырлап, бір қабат етіп сырлап шығу керек екен. Оның альтернативасы немесе оның орнына грунтовка жасаса болады деді. Иә, жұмыс осылай жүріп жатыр. Бригада өте тез жұмыс жасайды екен. Ар жағындағы былай халықтың аузында вертолет дейді. Ол деген бетонды толығымен тегістеп шығады. Қабырғаларға белгіленген деңгейге сай бетондар құйылып жатыр. Бұның тағы бір айта кетерлік нәрсе, мынау мен айтып өттім оны. Жылыту жүйесіндегі құбырлар көз алдыңызда көрініп тұр. Шамал орнынан жылжып кетеді екен. Және бұл міндетті түрде орнына қойдырып тұруына немесе орнына қайта орналастыруына талап етуіңіз керек. Иә, әлде уақыттарыңыз көп болса, асықпай қолмен құйғанға да жетпейтін сияқты. Енді әркімнің талғамы әртүрлі. Бұл жұмыстарымды толығымен көріп тұрсаңыздар, рахмет, алғысын білдіремін. Тағы да осы жылыту жүйесін іске қосқандағы ары қарай ішкі былай орысша айтқанда отделка дейді ғой, сол жұмыстарды толығымен салып тұрамын. Осы каналға жазылып, міндетті түрде лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Өздеріңіз пікірлеріңіз қандай, тәжірибемізбен бөлісе кетіңіз. Рахмет, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Сәттілік барлығыңызға.